келісім шарты және де күміс жас. Күміс жас енді қосылған категория болып табылады. Қоғамдық жұмыстар дегеніміз, яғни сізге диплом қажет етпейтін жұмыстар, яғни қоғамдық пайдалы еңбек. Яғни сіз жұмыссыз ретінде тіркелген болсаңыз, жұмыспен қамту орталығында, онда сіз қатыса аласыз. Яғни мысалы ретінде мұнда жазылып өткен. Ұзақтығы 12 айдан аспайды. Жалақысы 20 АЕК, яғни 69 мың теңге құрастырады. Яғни 120 мың болса, 69 мың теңгесі мемлекет береді. Қоғамдық жұмысқа жас бойынша талап қойылмайды. Әлеуметтік жұмыс орындар бұл жұмыс беруші халықты жұмыспен қамту орталығымен құрылатын жұмыс орын. Талаптардың бәрі жұмыс беруші құрайды. Ұзақты 12 айдан аспайды. Жалақысын да жұмыс беруші өзі белгілейді. Бірақ мемлекет 20 АЕК төлейді, яғни 69 мың теңге береді. Жалақының 35%